Алматы облысында алғаш рет робот техникасынан облыстық олимпиада өткізілді. Ильяс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің бастамасымен ұйымдастырылған шараға облысымыздың 11 мектебінен 60-тан астам оқушы қатысты. Ондағы мақсат оқу жылы барысында мектеп оқушыларының робот техникасы кабинеттерінде оқып үйренген дағдыларын бағалау, нәтижесін білу. Айта кетейік, аталған университет 2016 жылы қазан айында облыс аумағындағы 10 мектепте робот техникасы кабинеттерін ашып, қажетті бағдарламалармен жабдықтап берген болатын. Өйткені бүгінгі таңда роботтар өміріміздің көптеген саласына еніп үлгерді. Олар қарқынды дамып келе жатқан болашақтың жоғары технологияларының бірі. Ашылған кабинеттер арқылы оқушылар робот ұғымдарымен танысып, қызығушылықтары оянып, түрлі бағдарламалар құрастыруға мүмкіндік алып отыр. Қазіргі таңда бұл орталықта әртүрлі роботтар жұмыс жасап жатыр. Олар көптеген операциялар шешеді, өздеріне қойылған математикалық, логикалық және де басқа. Жарыстың маңыздылығы ерекше, өйткені елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жақында ғана рухани жаңғыру жөніндегі өзінің бағдарламасын ұсынды. Сол жерде ерекше жастарға көңіл бөлінген. Өздеріңіз естеріңізде болса, сол интеллектуалдық ұлтты қалыптастыру мәселесін елбасы қашанда қолдап келе жатыр. Сондықтан да біз мынау жас өсіп келе жатқан бүлдіршіндерімізді, жастарымызды, мектеп оқушыларын қолдау мақсатында олардың интеллектуалдық деңгейін, ғылымға, білімге деген көзқарастарын жоғарғы деңгейге көтеру мақсатында бүгінгі олимпиаданы ұйымдастырып отырмыз. Жарыс кезінде білімгерлер жыл бойы үйренген, көрген түйгендерімен бөлісті. Қатысушылар лабиринт, траектория, сумо кезеңдері бойынша бақ сынасты. Нәтижесінде Мұхтар Арун атындағы нөмірі 24 лицей оқушылары жеңімпаз атанды. Ал Көксу ауданынан келген мектеп гимназия білімгерлері 2-ші орынды иеленсе, қаламыздың нөмірі 20 лицей оқушылары 3-ші орынды қанағат етті. Топ жарған таланттылар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Шара өз кезегінде қатысушылардың математикалық, логикалық, ақпараттық білімдерін тереңдетуге өз септігін тигізеді. Самал Ашырбекова, Асхат Жұмабаев, оқу телестудиясы.